Бәріңізге әссәләмағалейкум достар. Еділ Атила ұлы қолбасшы 10 билеушісі 434-453 жылдар аралығында өмір сүрген. 20 жыл ішінде ол әртүрлі халықтардың өмір сүретін үлкен империя құрды. Ол Рим империясының, Галлияның және солтүстік Италияның жерлерін қайратқан қанды жорықтармен тарихқа енді. Атила шамамен 406 жылы Венгрияда дүниеге келген. Көптеген көшпелі халықтың билеушілері әулетке жетеді. Ағасы қайтыс болғаннан кейін Руги ағасы Белидамен бірге ғұн тайпаларының патша билігін мұра етті. Оған бұйырды. Басқармасы Бойскума ғұна Фриждених салт атты жауынгер. Әрине, бұл көршілердің ең алдымен христиан империяларына қарсы бірнеше жаулап алу жорығын жасауға ниет білдірген жас патшаны шақыруы болды. Руги патша жиендерінің бірлескен билігін 434 жылдан 445 жылға дейін созылды. Ағайындылар Персияға шабуыл жасау арқылы шығыста өз империяларын кеңейтуге тырысты. Бірақ сасанидтерден жеңілді. Шығыс Рим империясы мен олардың алдындағы сүйіспеншіліктен келісіп, сонымен бейбітшілік келісіміне қол қойды. Оның шартына сәйкес олар римдіктерге жылына 700 фунт алтын төлеу керек. Бейбітшілік келісім 7 жыл бойы сақталды. Оның барысында ғұндар Рим империясынан тыс барбарлық тайпалармен соғысқан. Атила мен Бледа византиялық Ирлика провинциясының алғашқы жорығын 441 жылы шығыс римдіктер үшін өте сәтті басталды. Олардың әскерлері парсылармен және де Сицилиядағы Вандал патшасы Гизерхпен күресуге жіберілді. Соғыс сауда жәрмеңкесіндегі ғұндардың римдіктерге шабуылын бастады. Шабуылдың сылтауы Марга қаласының епиксобы ғұн қазыналарынан ұрлау болды. Марга басып алынды. Дунайдағы ірі қалалар құлатылды. Ғұндар мен оның әрі шығысқа қарай жылжыды. 442 жылы император Теодосий вандалдармен бейбітшілік орнатты. Аридоний әскері Сицилиядан Франкаға ауыстырылды. Оның ұрысы аяқталды. Бірлескен билік кезінде Атила ақыры ғұн жауынгерлерінің көз алдында өздерінің шынайы әскери көсемі ретінде пайда болды. Ол қандай шайқастарға бірнеше ірі болып шықты. Бледа осы жылдар ішінде өзінің беделін жоғалтты. Сайып келгенде тең билеушілер арасындағы қақтығыспен аяқталды. Және де Атила 445 жылы ағасын аяусыз өлтірді. Осылайша ғұн тайпаларының біртылға патша мен қолбасшы алынды. Атила қару-жарақпен көрші барбарлық халықтарды бағындырды. Осикоттар мен гепидоттар, теодориндер, герулянттар, турисселандтар, уругивтар, славяндар, хазарлар және де басқалары жабайы даладан көшіп оның шекараларында және де Френдумениде өмір сүрді. Жойылмас үшін бұл халықтар ғұн әскери одағына қосылу мәжбүр болды. Сонымен қатар олардың барлығы да екі Рим империясының атағының бір ортақ қарсылас болды. Көп ұзамай ғұн билеушісі қуатты әміршіге айналды. Константинополь мен Рим христиан әлемінің екі үлкен империясының солтүстік шекараларында варварлардың күшті мемлекеті құрылғанына алаңдаушылық білдірді. Шығыс және де батыс Рим империясының билеушілері ерте ме кеш пе ғұндардың ордасы көз күштеріне құлайтынын түсіне алмады. Көп ұзамай ғұн патшасы өзінің резиденциясын жоғарғы Венгриядағы қазіргі Токио қаласындағы жанында орналастырды. Осы жерден ол орталық Еуропада құрған патша билігін тек қару-жарақ күшімен қолдануға үлкен держава басқарды. 447 жылы Византия екінші жорық кезінде ғұндар Дунай мен Балқан жотасы арасындағы жазық Манаралогопияға дейінгі шығысқа қарай еркін өтіп бұл қаланы басып алып, Велиополь мен Аридокольді басып алып оңтүстікке бұрылды. Тіпті Константинопольде де қауіп сезілді. Көптеген тұрғындар өз қаладан қашып кетті. Император Теодосийдің өзі қашуға да дайын болды. Кең Шыңғыс Рим империясы жаулауын алушылардың дала ордаларына қарсы тұра алмады. Ал Балқан тауларының таулы асуларындағы шекара бекіністері мен заставалар жүйесі олардың шабуылына төтеп бере алмады. Сондықтан шығыс Рим императоры Феодосий екінші ғұндар көсемінің жыл сайын 2100 фунт алтын алып төменгі Дунай жерлерін жаулаудағы Дакия жерін беру арқылы әлемді сатып алды. Император Феодосий екі қайтыс болғаннан кейін императриша Плоушери мен оның күйеуі Макрана ғұндардың үлкен және де шамадан тыс алым төлеуден бас тартты. Империяның астанасын қорғау үшін барбарлармен үлкен соғыс күтіп, провинциялардан айтарлықтай әскери күштер тарала бастады. Алайда ғұндардың Константинопольге жаңа жорығы
болған жоқ. Олардың жетекшісі Атила жаулап алушының көз бас Рим империясын бұрды. Бұл Рим империяның соғысының басталуына батыс Рим императоры Валентин III қарындасы Геронияның қолындағы патша Атиладан бас тарту себеп болды. Басқа деректерге сүйенсек, Галлопердағы ғұн импер көсемдерінен көмек сұраған ол тәжібар ағасының қызының қолына ғана емес, сонымен бірге оған садақ ретінде батыс Рим империясының жартысын талап етті. Алайда сол кезде император көптеген әскерлері бар Вестигот патшасы Теодор бірмен ұзақ мерзімді одақ құрды. Атила әрине бұл туралы білді, бірақ мұндай әскери одақ оның қолбасшы Антинус пен патша Теодор бірінші Марана өзінің жалғасына келуі баптаулатпен. Мұнда 451 жылы римдіктер мен олардың одақтастары, екінші жағынан ғұндар мен олардың одақтастары арасындағы Каталан далаларындағы әйгілі шайқас болды. Атая туының астында римдіктерден басқа Вестигот, франктар, бургенттер, саксондар, алаңдар, амориктар тұрғындары, олардың голландық солтүстік батыс аймағы соғысқан. Ұрыс кең жазықтықта өтті. Шайқас күтілгенде ғұн ат садақшыларының қаһарлы шабуылдарынан бастады. Оның қаптал мен одақтастарының орталығы ғұндардың шабуылынан төтеп бере алмай және де орнында тұрды. Дегенмен варварлар жаудың оқтық бұланттарымен үнемі жаулап отырды. Оң қапталда соғыспаушы Вестигот ұрыс кезінде шабуыл жасап, оларға қарсы тұрған жауды жеңді. Бұл шайқаста олардың сүйікті патшасы Теодор бірінші қайтыс болды. Осы күні тағдырлардан бастап кешірмеу туралы шешім қабылданды. Атила лагерде оралуға мәжбүр болды. Каталан далаларындағы адамдар мен жалақыларда үлкен шағымдар болды. Римдіктер және Вестигот емес үміттенді. Напистина Адумших алаңындағы шайқас ғұндар шайқасының жалғасы олардың үшін жеңіліске айналуы мүмкін. Өз патшасының өліміне душар болған Вестиготтар күресті жалғастырудан бас тартты. Ғұндар патшасы да бұған бармады. Ол өз атты әскерін далада Гауланды кедергісіз алып шықты. Ғұндар Рейнтті өз шегіне шығарды, бірақ олар кетіп бара жатқанда әскери олжалардың бір бөлігін тастап кетуге мәжбүр болды. Келесі 452 жылы ғұндар батыс Рим империясының тағында да жорық жасады. Шекара бекінісі арқылы өтіп солтүстік Италияны қиратты, Акебалисе қалаларын қиратты. Миланидің үлкен және де бай сауда қаласын алып, Римдік өзінің жақындағы қалта тұрғындарымен Рим Грозныйны шабуылды тойтаруға дайындала бастады. Алайда қалалардың өзінің әскерлері аз болды. Сондықтан Рим халқы арасындағы бекініс қабырғаларының көптеген варварлардың қорқынышына байланысты нағыз дүрбелең басталды. Кейде оларға одақ ұшып кетті. Римдіктер жағдайы соншалықты қауіпті болғандықтан Антинус тіпті император Валентин IIIге Италияны алыс провинцияға қашуға кеңес берді. Атила мәңгілік қаланы қоршауға алды, бірақ ол дереу оған шабуыл жасамады. Бейбіт келіссөздерге келісті. Мұнымен себептердің бірі оның әскерлердің қатарындағы көптеген аурулар болды. Олар айтарлықтай азайды, бірақ олар бұл туралы қоршалған римдіктерді білмеді. Ғұндардың Италиядан кетудің тағы бір маңызды себебі Апина түбіндегі ашаршылық болды. Рим папасы Лео I император Валентин III есімімен ғұн халқының патшасы үлкен ақшаға қажет әлемді сатып алды. Осыдан кейін Атила Италиядан кетіп Павонияға еркін Венгр жазығына барып үй одақтастарын тартып жіберді. Мүмкін ол өз үйінде жаңа жаулап алу үшін күш жинауға шешім қабылдады. Жорықта Италия оралғаннан кейін Атила қайтыс болған император Теодосимен келісімнен алымды талап етіп Византияға тағы да қауіп төндіре бастады. Император Маркина ғұн көсемімен келісуге тырысты, сыйлықтар жіберді, бірақ ол олардан бас тартты. Сондай-ақ әлемді және де қарындасы жұмыстары жүргізілуден Алфанов Паселевич жасай арналған Луара орталығында галерея. Алайда Вестигот патшасы Тремусын оларға көмекке келді. Ал шайқаста ғұндар Павонияға шегінуге мәжбүр болды. Ғұн билеушісі Атила 453 жылы Галан оралындығында кейін көп ұзамай қайтыс болды. Өлімнің себебі мұрнынан қан кету. Атила патшаның өлімімен ғұн мемлекет өзінің күш теңізін жоғалтты. Көптеген мұрагер ұлдары ғұндардың ат әскерінің күшін сақтай алмады және де тұрғын руларының алаусыздықтың алдын алды. Көтеріліс жаулап тайпаларының жолын кесу, сондай-ақ ғұндардың жоқ күштер
Атила отбасы, әкесі Мундази 340-434 жылдарда ғұндардың патша әулетінен жатады. Ағасы Біледі Ақыл 444 жылдар, 434-444 жылдарда ғұн билеушісі және де Атиланың тең билеушісі. Бірінші әйелі Керек, соңғы әйелі Юдока, балалары Илака, Эментуза, Ультезара, Ирана, Дебита, Шаба. Достар, видео ұнап жатса әлеуметтік желіге таратып, енді келетін видеоны күтсеңіздер. Аман сау болыңыздар.